Баршаларыңызға қайырлы күн қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пиццериядағыдан кем түспейтін пиццаның рецептін бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пиццаның қамырын қалай идеальный жұп-жұмсақ етіп илеу керектігін және де майонез кетчупсыз өзінің оригинал соусын көрсететін боламын. Екі пиццаның қамырын дайындау үшін 175 грамм жылы судың үстіне 1 шай қасық тұзымыз бен 1 ас қасық шекерімізді саламыз. Оның үстіне 1 шай қасық дрожжымызды салып, яғни аштығымызды салып, жақсылап араластырып алып, оны 15 минутқа тұндырып қоямыз. Бізде апарамыз осылай дайын болады. Оның үстіне енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеуді бастаймыз. Алғашында мен сияқты қасықпен араластырып алсаңыздар да болады. Содан кейін осындай тығыздық пайда болған кезінде оның үстіне 1-2 қасық майымызды қосамыз. Пиццаның дәмді болуы осы зәйтүн майына да байланысты. Сондықтан барынша осындай майды қолдануға тырысыңыздар. Енді жұп-жұмсақ етіп, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырды міндетті түрде іртіксіз ұзақ илеңіздер. Сол кезде пиццаның қамыры өте керемет болып шығатын болады. Енді дайын болған қамырымызды дөңгелекше етіп пішінге келтіретін боламыз. Біз бұның үстіне кішкене ақ майды тамызып, жан-жағына жағып аламыз да, бетін жақсылап ауа өткізбейтіндей етіп жауып аламыз. Содан соң оны 1 сағат немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше, яғни қамырымыз ашығанша жылы жерге бөлме температурасында қойып қоямыз. Ал ендеше қыздар, біз енді пиццаның өзінің өте дәмді оригинал соусын дайындайтын боламыз. Бізге керек зат ол томат. Менде томат үйдікі, ал сіздерде томат болмаса, ең оңай тиімді жолы қызанақтың сыртын ашып, осылай блендермен сұйық күйге енгенше араластырып аласыздар. Енді біз қызып тұрған табанның үстіне ақ майымызды қосып, біраз қыздырып аламыз да, оның үстіне осындай орегано дәмдеу үшін қосамыз. Қыздар, қатты күйдіріп алмаңыздар, қызартсаңыздар болғаны. Енді үстіне дайындап болған томатымызды қосып, баяу отта 1-1,5 минуттай араластырып тұрсаңыздар, әдемі қою осындай соус дайын болады. Қатты күйдіріп алмаңыздар, дәмі жаман болып кетеді. Ал қыздар, енді қамырымызды қараймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып, жабыспай, қамырымыз дайын болып шыққан. Қолға мүлдем жабыспайды, өте жұмсақ, әрі нәзік қамыр дайын болып шықты. Енді қамырымызды осылай дөңгелекше етіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бетін жауып, бөлме температурасында бірінші пиццамыз пісіп дайын болғанша қойып қойсаңыздар болады. Енді біз пиццамызды дайындауға кірісеміз. Мен бірден қамырымды осындай пергаменттің үстінде, яғни табада жасап аламын. Сіздер табаға салмай, оқтаумен жайып алсаңыздар болады. Қамырымыздың үстіне осылайынан міндетті түрде ұн себелеп жіберіңіздер де, ыңғайлы етіп қамырды дөңгелек пішінмен жайып шығыңыздар. Қамыр өте жұмсақ әрі нәзік болғандықтан осылай тез қолмен жаюға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды осылайынан жұмсақ етіп қолмен жайып алдық. Енді пиццаның жан-жағы қалың болып тұру үшін осылайынан бортик жасап шығасыздар. Олай бортик жасау үшін осы видеоға мұқият қарап алыңыздар. Үстінен пәске қаратып, қамырдың жан-жағын басып шығатын боламыз. Бізде дайын. Енді жаңағы дайындап алған соусымызды үстіне 2 немесе 3 қасықтан жағып аласыздар. Көп қосудың қажеті жоқ, дәмі қатты, тәтті болып шығып кетеді. Енді барлық жеріне тигізіп, 1 келкі жұқа етіп жайып шығыңыздар. Мен колбасам мен ірімшіктерімді осылайынан теркадан өткізіп алдым. Сіздер әркімнің өз қалауынша ірімшікті теркадан өткізбесеңіздер де болады. Енді ірімшіктерімізді қамырдың үстіне барлық жеріне тигізіп сүйіп шығатын боламыз. Әрине пиццаның дәмді болуы ірімшікке де байланысты, сондықтан ірімшіктің жақсы еритін түрін
пайдаланыңыздар. Міне колбасаларымызды қойып, барлығын дайындап болғаннан кейін 180 градуста небәрі 8 минутта пісіріп аласыздар. 8 минутта толықтай дайын болып пісіп шығатын болады. Сондықтан телефондарыңызды будильникке қойып отырыңыздар. Одан көп ұстайтын болсаңыздар, қыздар, пиццаның ірімшігі күйіп кетуі мүмкін. Әркімнің пеші енді әртүрлі ғой. Сондықтан өздеріңіздің пештеріңізді ыңғайына қарап, әдемі етіп күйдірмей пісіріп алыңыздар. Ары кетсе 10 минуттай ұстаңыздар. Одан көп ұстайтын болсаңыздар, мына пиццаларыңыздың қамыры нан сияқты болып қалады және де ірімшігі күйіп кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай, пиццамыздың қамыры өте керемет әрі дәмді болып шықты. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен сіздерге жасауға кеңес беремін. Ал қыздар, назарларыңызға рахмет. Ораза қабыл болсын. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.